Сәлем достар, сіздермен мен Луфи Плей және достар, бүгінгі видеода бізде жаңа видео. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. И достар, бүгінгі видеода мен дейтін өзімнің өмірімді көрсетемін және де қай жақта тұрамын, қандай ауылда тұрамын және де бұның барлығын көрсететін боламын. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер, себебі достар, сіздердің лайктарыңыз маған өте қатты керек. Короче, бүгін мен қазір жұмысқа баратын боламын, алып кеттік. Достар, бұл күн күшті болады деп ойдамын. Қазір мен жұмысқа барамын. Ай-ой. Достар, қазір менің үйімді көрсетейін біріншіде. Менің үйім осындай, осы. Қараңыздар достар. Мына жақта осындай 4 үй бар, міне 1 2 3 4 және де мынау менікі, екінші үй менікі, міне вот. Кіреміз, міне және де менің үйім. Көрсетіп шығайын, мына жақта бізде кәдімгі, мына жақта достар, тек мәлімесін шамалы, просто өйстіп міну керек. Мынау кровать, менің көк кроватым, менің футболкам көк, және де мен кроватьты да көк қылып алдым. Мына жерде просто отыратын жер, просто отырып сотка қарайсың. Вот. Мына жақта бізде менің заттарым тұрады. Мына жақта бізде мен тамақ жеймін, өте күшті достар, если что. И бұл жақта жеген өте күшті тамақ, я. Мына жақта менде наковальня бар. Бұл дейтін, мен не істейтінімді білмеймін, просто тұр. Мен оны тауып алдым жерден. Мына жақта мен заттарым тұрғанын айттым. Енді қазір мен дейтін неге барамын? Өзім жұмысыма. Мен дейтін фермер болып жұмыс істеймін, если что. И тамақ алып алайын мен, а то қазір қарным ашады. Достар, мен жұмысым енді оңай деуге болады, себебі мен просто бұл жақта жүремін, я. Қазір мынаны алып алайын и телефон алып алайын. Все, енді кеттік. Мына менің ауылым, бұл ауылдың аты дейтін Қызылтау деп аталады, және де бұл дейтін ауылдың номері, бұл ауыл номер 7, я. Білесіздер достар, Нұрлан Қалам соның барлығы номер 13-ші ауылда тұрады, ал мен номер 7 ауылында тұрам. Мына жақта бізде, короче, неге келатыр десеңіздер, неге жұмысына келмей жатыр десеңіздер, мен қазір біздің әкімге келем. Саламатсыз ба, әкім мырза? Саламатсың ба? Не ғой, мен дейтін, қағазын жоғалтып алып едім, жұмыстың, соны алып келуге бола ма? Я, ал. Все. Жоғалтып алдым, және де мына жақтан қазір мен қағаз алам, бұл жұмыс алатын жер. Және де мына жақта бізде өте көп жұмыс бар, және бұның барлығы қазірде доступный. Және де ертең уже мен айлығымды алам. Мына жақта бізде көп жұмыстар бар, бірақ бұны менікі емес, менің жұмысым міне. Және де мына жақта бізде қағаз бар, фермер жұмысы дейтін, как всегда алып жүру керексің. Және де бұны жоғалтып алсаң, келіп басқасын алуға болады. Бірақ достар, осындай қағазды 3 рет жоғалтып алсаң, болды, сен уже бермейді мынандай қағаз и жұмыстан шығарып жібереді. Қазір мен неге мына жаққа келатыр деп ойласаңыздар, мен бұл жаққа келатқан жоқпын, мен мына жаққа келатырмын. Бұл менің үйімнің алдындағы, енді полиция, дүкен, короче, қараңыздар, дүкенді көрсетейін сіздерге біздің. Бұл дүкен, және де осы жақта бізде дүкеннің артында менің нем бар, осындай урожайым бар, және де бұл әлі өсіп жатыр екен. Бірақ өскендерін қайтадан келеміз да, қараңыздар, осылай. И өскендерін аламыз да, өскендерін қойып қоямыз. Бізге өскендерін қоямыз осылай, и осылай аламыз. Көрдіңіздер ме, мен жұмысым өте оңай. Осылай жүрем просто, да. Себебі қазір таптап тастау мүмкінмін. И мына жақта тоже үшеу жиналып тұр. Опана и опана. Көрдіңіздер ме, жаңа көз алдымызда мынау өсті, жаңа достар. Көрдіңіздер ме? Осылай өсіп тұрады. Мен 7 бидай алып алдым. Және де мына жақта бізде мына жақта да өсіп жатыр екен нормально. Бізде мынаны аламыз. 2 картошка. Мынаны аламыз. Мына 6 картошка. Және де болды, да. Мына жақта картошка болды. 4 картошка алдық. Нормально бұл тоже. Морковь менде. Морковь, достар, мен мына жұмыста вообще опытым жоқ негізі. Ё-моё. Что-то өспеген сияқты. Я, достар, мен өспегендерін алып жатырмын, походу. Достар, мен опытым жоқ мына жұмыста. Просто жұмысқа кірдім. Вот. Потому что она ең оңай жұмыс мен үшін, және де маған ұнайды өзім жұмысым. Қазір нан жеп алайық. И достар, кеттік. Короче, қазір үйге апарып тастайық. И
Мен достар бүгін супермаркетке барып келем, потому что маған тамақ алу керек. Және достар, мынаны неге супермаркет дейсің десеңіздер, бұл емес супермаркет, бізде өте алыста. Ана жақта көрсетем, қаяқта көрінбей тұр да, көрсетіп жіберейін. Бізде супермаркет әне, көрдіңіздер ме, ақ. И қазір біз соған барамыз. Бірақ қазір бірінші мен барлық заттарымды керек емес. Мыналардың барлығын салып тастайын жаққа. И мынаны да салып тастайын. Телефон тұра берсін, мынаны салып тастайын. И болды, тамақ пен телефон қалсын, және де неше изумруд. Давайте 8 изумруд алып кетейік өзімізбен бірге. И кеттік, уже біз супермаркетке барамыз. Мен достар негізі мына жақтан да тамақ алуым болады, бірақ сіздерге просто көрсеткім келіп тұр супермаркетті, және де сол үшін мен сол жаққа барам қазір. Қазір жүгіріп барайық, себебі уақыт жоқ. Мен дейтін камерамда не памятас, және де уақыт дейтін көп керек бізге. Уақыт аз, то есть бізде. Қазір міне жұмысқа біздің неге баратырық. Маған достар негізі бар ғой, велосипед па бірінші керек, себебі мен жүгіруден шаршап кеттім уже. Көрдіңіздер ме, супермаркетке келгенде шамалы жақындағанда бізде уже қатып кетеді телефон, себебі бұл жақта бізде мықты жер бар, бізде қымбат, мына жақта еще қатады, мына жақта көрдіңіздер ме. Мына жақтан саламатсыз ба? Саламатсың ба? Достар, қазір біз не алатынымызды көрсетейін, не алатынымызды қараңыздар. Мына жақта бізде әртүрлі заттар, мына жақта холодильник, сондай нәрселер, фейерверки. Мына жақта бізде құралдар бар. Құралдар өте көп достар, және мен осы жақтан алдым есепші құралдарымды. Мына жақта мен мотык алдым, 3 изумрудқа осындай, и қылыш алдым, мынандай 2,5 изумрудқа. Мына жақта өте көп тамақтар бар, және бүгін мен осы тамақтарға келдім. Мен піскен тамақ аламын, как всегда. И мына жақта еще киімдер бар достар. Ё-май, новый киімдер келген ғой достар. Қараңыздар, мына киімдерді қараңыздар, ең қымбат киімдер, өте қымбат мына киімдер. И және де бұл достар, мынау Gucci, например, мынау қайтадан Adidas, мынау походу Nike, ал мынау Puma, мынау простой, короче. Еще екі аяқ киім бар екен, мынаның аты Nate A1 и Nate S1. Аяқ киімдер, бұлар вообще қымбат, қараңыздар, 8 стак, 20 стак тұрады. Прикиньте, мынандай нәрсеге мен вообще үй алып аламын ғой, мықты. Давайте, короче, көп сөйлемей кеттік, не аламыз, достар, не аламыз. Біз қазір 8 изумрудқа, мен дейтін, как всегда, давайте алмалық, 6 алма аламыз. Достар, самородок дейтін не десеңіздер, самородок дейтін 60 самородок да 1 изумруд болып саналады, сондықтан осылай. Бізде уже бір не бар, осын 40-тан алсам 3 ет алам, сосын 2 самородкқа 3 ет, 6 алма болды. 3 ет, 6 алма нормально. 3 ет, мынандай ет алдым, 3 ет и 6 алма. Достар, мына көп адамдар әлі жаңа ашылған болғасын, бұл жақтан әлі көп адам келмейді. Қазір енді ақша салып кетеміз бұл жақта самообслуживание, достар. Кіресінде өзің аласың барлығын, и болды. Рахмет, сауыңыз. Сау. Достар, ана ағаның дейтін, ағама кім екен білмеймін, соның дауысы өте қызықшы, грубый ма, сондай, короче. Кеттік, достар, уже біз дейтін жетіп қалдық үйімізге. И давайте осылай жүгіріп кетейік, а то өте көп жүгіру керек бізге әлі. Маған достар, вот велосипед па, мотоцикл ма бірсе керек. Енді мотоцикл, конечно, қымбат, сондықтан велосипед ба бірінші керек, потому что мен дейтін жүгіргім келмейді, жаяу маған жүгірген. Конечно, күнде жүгіргесін уже үйреніп қалғанмын. Достар, қараңыздар, мына жақта еще бір бомж па тұрады. Бомж дегенде білмеймін, біреу тұрады, мына қараңыздар. Үйін қараңыздар, мынандай. Еще мына үй, достар, уже ешкімдік емес, бомж тұрған негізі. И және де ол кетіп қалды. Достар, кеттік. Достар, не? Қазір мен үйге кірем, сосын и кеттік, короче. Ой, ё-мой, біреудің үйіне кіріп кеттім ғой, достар. Шатасып қуып кетіп жүрмін, достар. Окей. Қазір, достар, біз дейтін тамақтарымызды аламыз. Даққа салып тастайын, және нан жей тұрам пока что. И, достар, еще қараңыздар, мына жақта 2 этажный үйлер бар.
Олардың бүкіл кирпичтен жасалған, және бұл үйлер просто самый мықты үйлер болып саналады. Қараңыздар, мен сондай үй алғым келеді. И достар, еще достар, мынау не ол? Опа, ашылмайды достар. Мынау кім достар? Мынау әлі сатылмаған үй ғой достар. Мынау не ол достар? Ашылмайды, что-то ашқым келіп тұр. Өте қызық болып тұр. Достар, аштым. Кіріп көреміз да достар, давайте лайк басыңдар, ал мен кіріп көрем. Достар, точно кәдімгі сундук па или ловушка сундук па? Мына жақта динамит болуы мүмкін достар. Если что, динамит болуы мүмкін, және біз қарап шығайық барлық жерде. Только динамит болса, атылып кетсе, мені кінәлайды. Жоқ, ештеңе жоқ. Мұнда ашып көрейік. Ё-моё, достар, көрдіңіздер ма, мына миллион изумруд. Давайте достар, қазір мен специально полицияға звондаймын, және, например, давайте жарты стак изумруд алып алайын өзіме. Және мына кәдімгідей айтам, қазір звондайын енді полицияға. А только барлығын алып алсам, бұл слишком палевно болады. Саламатсыз? Саламатсың ба? Біз полиция бөліміненбіз. Иә, мен дейтін не тауып алдым, өзімнің көршім бар ғой, көрші үй бар ғой, номер 1 үй бар ғой. Иә, сол жақтан мен дейтін люк тауып алдым, сол люкті аштым, және соның люктың астында сон көп изумруд таптым, және сізге звондап тұрмын, қараңыздар, келіңіздер. Жарайды. Ухтыңк, все, достар, видео осына аяқталады. Көргендеріңіздей, бүгінгі күн дейтін слишком қызық болды, себебі мен люк тауып алдым, міне мына үйдің артынан. И достар, что за фигня, қараңыздар, ішінде ақша көп. Және бірақ менде де ақша бар, енді мен жарты стагын алып алдым, себебі енді пустой болып қайтқым келген жоқ, және хотя бы жарты стагын алайын. Бір стагын алсам, енді біреуі жоқ екен көреді, конечно, біліп қалуы мүмкін. Вот, салайық мынаққа. Менде енді бір стаг почти. Саламыз, и міне мына землялардың барлығын салып тастайық. И достар, осыдан біздің видеомыз аяқталады деп айтқанмын. Короче, барлығыңа пока. Қайтадан осында видео көргілеріңіз келсе, лайк басыңыздар. И және достар, видеоның графикасы өзгерді. Енді сағат 7-11-ге шейін бірінші видео шығады. Екінші видео сағат 1-ден 4-ге шейін шығады. Және үшінші видео 6-дан, походу, 8-ге дейін шығады. Иә. Және достар, суббота мен воскресеньеде 4 видео шығады. 9:30-12-ге дейін шығады достар. Ал пятницадан понедельникке дейін просто 3 видео шығып тұрады. Және достар, менің каналымда енді бұл официальный графика, және мен ешқашан енді мына графиканы өзгертпеймін. Сондықтан достар, ойламаңыздар қайтта өзгертіп жібереді деп. Короче, пока.